Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында небәрі 2 ағзаттан тұратын, дәл дүкендегідей балмұздақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, рецепті тамашалаңыздар. Бізге ең алдымен осындай 2 түрлі құрғақ қоспа қажет болады. Таза құрғақ ыдысымызға алдын ала дайындап алған сүтімізді және де құрғақ қоспамызды салып, миксердің көмегімен жылдамдығын арттыра отырып, 3 немесе 5 минут көлемінде жақсылап қоюланғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте бізге осындай контейнер ыдыс қажет болады. Дәл осы ыдысымызға 2 түрлі балмұздағымызды құйып, және де қақпақтарын жауып, бір түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Менде бірінші түрі сливочный, екінші түрі құлпынай қосылған дәм. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан балмұздақтарымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет, ал сіздермен болған Гүлнұр.